Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге дәмді десерттің рецебімен бөлісетін боламын. Менің видеомды соңына дейін қарап, маған подписка жасап, лайк басып, комментарий жаза кетсеңіздер, қуанып қалатын едім. Қазақша каналға қолдау білдіре кеттіңіздер. Ол үшін десертімізге қажетті өнімдерімізді айта кетейін. Бізде мына жерде 300 граммдай сливочный май немесе маргарин, комнатный температурада ерігені болу керек, қатты емес. Және бір жұмыртқамыз, қасықтың ұшында сода және 300 граммдай ұн қажет болады. Осы өнімдерімізден муравейник десертінің қамырын елейтін боламыз. Үстінен сливочный майымызды салып, араластырмай тұрып, ұнымызға содамызды кішкене былай араластырып аламыз да, осы ұнымызды аз-аздан сала отырып, мына майға араластыратын боламыз. Осы ұнымызды салып алдым барлығын. Қамыр жұмсақ бола бергені дұрыс, қатты да емес. Негізі сливочный майға еленген ұн өте жұмсақ болады, қатты болмайды. Ұнымыздың барлығын біріктіріп алғаннан кейін осы қамырымызды бір жарты сағат, 1 сағатқа морозильникке салып қоямыз. Бұл қамыр ұзаққа дейін сақтала беретін қамыр, сол себепті осылайынан илеп қамырды морозильникте сақтап, аяқ асты үйге қонақ келетін кезде, аяқ асты кісі күтетін кезде дайын қамырларыңызды шығарып, бір сағаттай ертіп алып, қажетінше пайдалана берсеңіздер болады. Осы ең бір жақсы қасиеті осы қамырдың морозильникте ұзақ уақыт сақтала береді. Еш нәрсе болмайды. Осы қамырымызды елеп алдық. Енді осындай шариктерге бөліп, күлшелеп, салафанға салып аламын. Шарикке бөліп істеудің ыңғайлысы сонда. Қазір пісіретін кезде жұмыс жасағанға ыңғайлы болатын болады. Қалаған шариктеріңізде бөліп, салып алсаңыздар болады. Осы дайын шариктерімізді морозильникке 1 сағатқа салып аламын. Ал осы муравейнигіміздің шариктері 1 сағаттай тұрды. Холодильник, морозильникте міне қатты қатпаған. Осы шариктерімізді енді мясорубкада не болмаса, егер сіздерде мясорубка болмаса үйде, онда қолдың мясорубкасы да болады, тоқтың мясорубкасы да болады. Егер де мясорубка мүлдем үйде болмаған болса, сіздерде осы шариктерімізді қаттырақ қаттырып, теркадан өткізіп алсаңыздар болады. Мен қазір осы шариктерімізді мына мясорубкадан өткізіп, духовкамызда пісіріп алатын боламын. 180-200 градуста 15-20 минутта пісіп шығатын болады. Міне қамырымызды осылай мясорубкадан өткізіп алдым. Мясорубканың жіңішке көзінен өткіздім. Осы қамырымызды қызып тұрған пеште бір 15-20 минут бойы пісіріп аламыз. 180-200 градуста. Муравейнигіміздің қамыры пісіп шықты. Осы қамырды қатты суып қалмай тұрған кезінде тезден үгітіп аламыз да, толық қанды суығанша қойып қоямыз. Қажетті формаға келгенше мен осылай міне үгітіп аламын. Содан кейін барып толық қанды суытатын боламыз. Ал муравейнигіміз дайын, суды енді араластырайық. Ол үшін бізде варенка алдым. Осыған сгущенканы араластырып аламын. Осы қоспамен қазір муравейнигімізді араластыратын боламыз. Варенкамызды құйып араластырамыз. Муравейнигімізді ерекше сәндейтін боламыз. Дәл осындай кішкентай стақанның ішіне салып, нығыздай отырып толтырып аламыз да, осы муравейникті қазір тарелкаға әдемілеп
төңкеріп аламыз. Дәл осылай. Ал олай болса, менің муравейниктерім дайын болды. Дәл осылай сәндеп, бетіне шоколадты ертіп, жағып алдым. Өте сәнді көрінеді. Дастарханға қойсаңыздар керемет болады. Егер менің осы видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Келесі осындай дәмді рецептерде кездескенше сау болыңыздар.